спирулинаны ішіп көрдім. Таңертең 5 штук, кешкісін 5 штук. Бірақ мен білмегендігім тамақтан кейін ішіппін. 5 килограммнан аса қосып алдым. Содан кейін сыраштырып, спонсорымнан, содан кейін застера іштім. Застарадан кейін артромарин іштім. Менде енді возрастқа 44 жасында қыз тапқам. Сол возрастым өзімнің сосын весім и киоск ұстадым, сондан ауырмен тізеде хрящ кетіп қалған екен. Соны остеоартроз, костный деп ревматологта счетта тұрдым. Енді олар укол береді, постоянно дәрі береді, ішіп жүрдік ешқандай. Сосын мен осы артромарин ішкеннен кейін өзім байқамадым. Осы не кезінде құрбандық салатын кезде Шанхайға бару керек болды. Қасында 53 жасар келіншек, енді ол жүре алмай келерді осылай. Мен 45-ші автобусқа қалай жүгіріп кеткенімді білмей, жүгіріп автобус тоқта деп. Сосын келіншек келіп айтады: "Ой, Саламат апай, сіз қалай жүгіріп жатсыз?" дейді. "Это продукт, между прочим, японский" дедім, так что помогло мне. Артромарин іштім деп. Бір адамдар сенбейді ғой. Мен өзім видеода түсірдім спонсорым, как раз біз неден шыққан кезімізді тренингтен. Сосын кейін тағы бір результат айтайын дегенім, сіңілім менің Түркистанда, ол кісі онша олға сене бермейді, басқа компаниялар ішеді, бас айланып тұрып жүре алмайды, басым деп анандай гладильный доскадан ұстап аламын дейді, шүргі бөлек айланады деп. Сосын мен оған айттым, тыңдамады. Сосын кардиомарин ал десем қымбат қой, мен айттым, давай алайық, екеуміз наполовину ішейік дедім. Жарайды деді. Сосын жартысын Шанхайдан автобуспен жібердім, ол ішті, қазір жүгіріп жүр, Аллаға шүкір. Қазір спирулина сатып жүр, сол Түркистан кентауда. Ал енді мен өзім іштім, мен енді бала күннен жүрегім ауырады, мен врачтар ешне таппай, постоянно енді счетқа қою керек, сізде ритм не то деп осылай. Сосын кейін мен енді ішіп жүріп алдым. Сосын холтер кигізді, сосын барып анализ бүкілін, УЗИ бүкілін көрді. Сосын осы сентябрьдің 2-сі күні мен ішіп, уже жартысын іштім ғой, полностью продукцияны емес. Сосын тест, тяжелый тест еді, беговая дорожкамен каждый минута қолыма қойып тексеріп тұр медсестралар. Сол кезде результат айтайын сіздерге, мінекей, сіздің жүрегіңіз тамаша деді ғой, ешқандай ауру жоқ жүректе.